Тыныш өмір сүргің келсе, ешкімге қарыз берме, және ешкімнен қарыз алма. Нағыз демалысты адал еңбек еткендер ғана сезіне алады. Көп өтірік айтатын адамдар шыншыл болып көрінуге тырысады. Планетадағы әр адам өз ақылымен ойланып, өзгенің пікіріне тәуелсіз шешім шығара білуі керек. Шындықты ести алмайтын адамға енді ешкім көмектесе алмайды. Көмек алған адам оның жақсылығын ұмытпасын. Көмек берген адам көрсеткен көмегін қайта есіне алмасын. Көпшіліктің ұмтылған нәрсесінің бәрі жақсы нәрсе деуге келмейді. Егер адам әр күн сайын өз арманына қарай бір қадам басса, міндетті түрде дегеніне жетеді. Өзін жақсы көрген жанға ешкім дұшпан бола алмайды. Ішіңізде біреуге деген реніш сақтамаңыз. Өйткені ол өзіңізден басқа ешкімге зиян келтірмейді. Ақымақтық дегеніміз өзгенің қатесін көре білу, ал өз қатесін қателік деп ойлай алмау. Саған ашуланып, дауыс көтерген адамға үндемей-ақ қой. Сонда өзіңді де, оны да бір бәледен құтқарасың. Себебі оның күнәнің тоғызы тілден деген. Біреуді кінәлағанның жолы ұзақ. Өзін кінәлаған жарты жолға, ал ешкімге кінә тартпаған адам соңына дейін барады. Сенің әрбір сөзің өзіңнен хабар береді. Қиындыққа кезіксең, байбалам салма. Себебі әрбір қиындық артында мол несібе жасырулы. Көңіл күйіңнің кілтін ешкімге алдыртпа. Сонда өз еркің өзіңде болады. Жалғыздықта ойыңа, достарыңның арасында тіліңе, отбасың ортасында сөзіңе ие бол. Кейде қолда бардың қадірін білмей, оны іздей береміз. Бәрін өзім ептеп кетемін деу қате пікір. Бірақ менсіз ештеңе істей алмайды деу одан да өткен қате пікір. Өзі жайлы айтар әңгімесі жоқтар өзгені сынайды. Армандарыңның орындалуына бір қана кедергі бар. Ол сәтсіздіктен қорқу. Өзі үшін өмір сүрген адам ешкімге ештеңе дәлелдеуге тырыспайды. Ал өзге үшін өмір сүріп жүрген адам үнемі біреуге бірдеңе дәлелдеу үшін барын салады. Керек кезінде жоқ деп айтуды да үйреніңіз. Кейде арсыздарды өз орнына қойсаң, өзіңе қапаланар. Ұятсызбен ұстаспа. Ешкімге басыңа шығуға мүмкіндік берме. Себебі бір адам басыңа шықса, оның соңынан тағы жүздегені кезекке тұрады. Арсыздық дегеніміз өз кінәсін аңғармай, өзгенің қатесімен санасу. Мынадай адамдардан аулақ жүр. Арсыздықты батылдық деп ойлайтындардан, жұмсақтықты қорқақтықпен шатастыратындардан, көп сөйлегенді дана дейтіндерден, үнсіздікті надандық дейтіндерден өзің де байқамап па едің? Арыстан үнсіз жүрсе де, ол аңдардың патшасы. Ал иттер қанша көп үргенімен, иттің аты бәрібір ит екенін ешқашан ұмытпа. Өзіңе иә деп, өзгеге жоқ деме. Бермегенді беріп ұялт. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Арнама жазылып, қоңырауша батырмасын басып, күнделікті шығып тұратын аудиоларымды тыңдауға ұмытпаңыз. Аман сау болыңыз.